Қайырлы күн достар, бүгін пайдалы ПП лаваш дайындайтын боламыз және оған арнап дәмді начинка дайындаймыз. Достар, алдағы уақытта менің видеомды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма подписация етіп, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қойыңыздар. Жаңа видео шыққан уақытта сіздерге хабарлама келетін болады. Пайдалы лавашты дайындау үшін ең алдымен бізге пайдалы ұн қажет. Бұл жерде біз цельнозерновая мука, яғни бүтін дәнді ұнды қолданамыз. Тұз саламыз, араластырып үстіне сұйық май құямыз. Кішкене араластырамыз, содан соң ыстық суды құямыз. Алдымен шанышқының көмегімен араластырамыз, кішкене суыған соң қолымызбен илеп, қамырымызды біріктіреміз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығады, яғни қатты жұмсақ емес және қатты емес. Орташа үстін жауып 20 минутке қоямыз. 20 минут уақыт өткен соң қамырымызды осылай сопақша тәріздес етеміз. Содан соң 8 бөлікке бөлеміз. Енді қамырымызды домалақтап формаға келтіреміз. Содан соң ұн сеуіп, жұп-жұқа етіп жаюымыз қажет. Алдын ала барлық қамырды жайып аламыз. Енді тарелканың көмегімен қамырымызды кесеміз. Табамыздың көлеміне байланысты, мен өзімнің табамның көлеміне қарай кестім. Табамызды алдын ала қыздырамыз. Орташа қызған табаға лавашымызды екі жағынан 1 минуттан пісіріп аламыз. Осы жерде біз қадағалап тұруымыз қажет, өйткені лаваш тез піседі, күйіп кетпеу керек. Дайын болған лавашты бір-бірін үстіне салып, үстіне кішкене су шашсақ болады, немесе мен майлықты ылғалдап, үстіне ылғал майлықпен жауып тұрдым. Егер де су шашпасақ немесе майлықпен жаппасақ, біздің лавашымыз құрғап кеуіп кетеді. Дайын болған лаваштарды біз целлофан пакетіне салып, немесе пищевой пленкамен орап қоймыз керек. Сол кезде ұзақ сақталады. Енді сіздерге мен қандай начинка жасадым, соны көрсетейін. Творожный сыр жағамыз. Содан соң консервіленген тунец балығын қолдандым. Яғни майсыз түрін аламыз. Майдалап езіп, 1-2 ас қасық саламыз. Содан соң қияр мен қызыл тәтті бұрышты салып, лавашымызды ораймыз. Начинкасы өз қалауыңыз бойынша кез келген көкөністі салсаңыздар, немесе құс етін салсаңыздар өте дәмді болады. Достар, егер де сіздерге менің видеом ұнаса, каналыма подписация етіп, достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай ПП рецептер алдағы уақытта өте көп болады. Мінекей біздің лавашымыз дайын болды. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.